Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай хачапури жасайтын боламыз. Және де алдағы уақытта басқа да рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай 1 чай қасық тұз саламыз. Бөлме температурасындағы 250 мл сүтімізді құйып, тағы да жұмыртқамен араластырып аламыз. грамм сырымызды үкіштен өткізу арқылы дәл осындай күйге келтіріп, қоспамызға қосып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Сырының кез келген сыр бола береді, бірақ килограммен алатын сары сыр өте жақсы болады. Мендегі пайдаланылған сыр эмир сыры. Енді ең соңғы қоспамыз електен өткізілген ұнымыз, яғни 150 грамм ұнды қоспамызға қосып, жақсылап біркелкі массаға келгенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Мен дайын болды. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Табамызды баяу отқа қойып, осындай сары майды салып, ертіп аламыз. Дайындаған қоспамызды табамызға қойып, бетін жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Және де дәл осы рецептпен 2-ге бөліп пісірсеңіздер де болады, егер табаларыңыз кіші мөлшерде болатын болса, немесе дәл мен сияқты бір порция пісіріп алсаңыздар да болады. Бірінші бетті піскеннен соң екінші бетіне аударып, тағы да баяу отта бір 5 минут аралығында пісіріп аласыздар. Менің хачапурим дайын болды. Өте дәмді шығады. Сіз де дайындап көріңіздер. Ас болсын, назарларыңызға рахмет. Және мені қолдап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.